Билет ақшасы. Анам және әкеммен циркке билет алу үшін кезекте тұрған едік. Сәлден соң кезегіміз жылжып, билет кассасымен арамызда бір ғана отбасы қалған еді. Бұлардың 12 жасқа жетпеген 8 баласы бар еді. Баршылық ішінде өмір сүрмейтіні жағдайларынан белгіледі. Үстерінде киімдері бағалы еместі, бірақ тап-таза еді. Балалар әкесінің артынан екі-екіден қол ұстасып, тәрбиелі түрде қатармен тұрды. Жүздерінен қуаныш, қобалжу сезімдер білініп тұрды. Пілдерді көретінін, қызықты, ерекше нәрселер болатынын бір-біріне айтып жатты. Бұрын соңды циркке бармағандар сөздерінен білініп тұр. Аналары мен әкесі мақтанышпен қол ұстасып, ең алда тұрды. Кассир әкеге қанша билет керектігін сұрады. Әкесі, 2 ересек билеті және 8 балалар билетін беріңіз дейді. Кассир билеттердің құнын айтқанда, анасының қолы әкенің қолын жібере салды. Басы салбарып мұңая түсті. Әкенің еріндері дірілдеп, кассирге жақындай түсіп, қанша дедіңіз деп сұрады. Кассир билеттердің бағасын қайталап айтты. Ол кісінің оншалықты ақшасы жоқ еді. Енді балаларына бұрылып, оларды циркке алып кіретін ақшасы жоқ екенін қалай айта алар еді. Әкем мұны сезіп, қалтасынан $20 шығарып жерге түсірді. Әкем жерге еңкейіп жатып, әлгі кісіні түртті. Кешіріңіз, мына ақша қалтаңыздан түсіп қалды, дейді. Кісі мән-жай түсінген еді. Әкемнің көздеріне қарап тұрып қалды. Әкем жерден алған ақшаны оның қолына ұстатты. Еріндер дірілдеген күйі, рахмет, көп рахмет мырзам. Бұл ісіңіздің мен және отбасым үшін маңызы өте зор, деді. Цирктен кейін әкеммен машинамызға мініп үйге қайтқанымызда қуанышымыз бұрынғыдан да арта түсті. Жарар.com сайтынан.